Бүкіл ғылым атаулы діннен шығатынын, діннен қуат алатынын, дін арқылы өсіп өркендеп жетілетінін білген ақиық ақын мұқағали мақатаев дін ғылымның анасы деп жырлаған. Жер бетіндегі барша ғылыми-техникалық жетістіктердің бастауында дін тұрғанын ешкім жоққа шығара алмайды. Өйткені ең алғашқы білімді Алла тағала адам атамызға үйреткен. Қасиетті Құран кәрімде Алла адамға бүкіл атауларды үйретті деген аят бар. Бақара сүресі 31 аят. Аят жалғасында жаратушы иеміздің адам атамызға періштелердің білмеген нәрселерін үйреткені айтылады. Тәпсіршілер мұндағы бүкіл атаулар дегенді барша материалдық заттар, өсімдіктер, жан-жануарлар, табиғи құбылыстар, қысқасы дүниені қарап тұрған барша нәрселер деп түсіндіреді. Ендеше адам атамыз солардың бәрін білетін ғалым болған. Одан соң бұрынғы барша пайғамбарлар өз қауымына қажеттіліктеріне қарай әр нәрсенің мәнін түсіндіріп отырды. Ардақты Мұхаммед пайғамбарымызға сол пайғамбарлар керуені жалғасып келді. Сүйікті пайғамбарымыз қияметке дейін сұрақтардың бәріне қысқа да нұсқа дәл жауап беріп кетті. Өзі дүниеден озған соң артына мұра етіп білім қалдырған ғалымдар пайғамбардың мирасқорлары немесе пайғамбарлар артына дүние емес ғылым қалдырады деген хадистерінде білдіреді. Ендеше бұл мұра титтей де жалған сөз араласпаған нағыз ақиқат. Ол мұраның негізгі бір сыры сол. Онда айтылғандар Алланы, барша ғалымды және адамды тануға негізделді. Әлемнің жаратылысындағы заңдылықтарды, ондағы үйлесімді жүйені жақсы меңгерген адам кез келген пәнді тез игерері сөзсіз. Бүгінгі жаңа ғасырдың ғылыми-технологиялық жетістіктері осы заңдылықтарды дұрыс бағамдаудан туған. Қасиетті Құран аяттарының астарында әрбір жанға дәуірге тән ең соңғы жаңалықтардың сырлары жатыр. Алла тағала бұл туралы мынандай аят сүрелерін ашылмаған ғайыптың сырлары Аллаға мәлім. Оны Алланың өзі ғана біледі. Құрлық пен теңіздегі нәрселердің бәрін Алла біледі. Бір жапырақ үзіліп түссе де Алла оны біледі. Жер қойнына көміліп қалған бір түйір дән де, қураған немесе жас өсімдік болсын, барлығы ап-анық кітапта жазулы. Демек, нағыз ғылымды Құраннан іздеген жөн. Бүгінгі адамға пайдалы ғылымның бәрі Құраннан тарайды. Мұқағалидың дінді ғылым анасы болуына бір сыры осында. Ғылымнан үміті бар жандар әрбір нәрсені өз жаратылыс мақсаты байланыстыра зерттеуі тиіс. Сонда тірі ағзалар жаратылысын игерген жан биолог болмай қоймайды. Теңіз жаратылысындағы қызыққан адам ихтиолог, аспан әлемінің үйлесімін зерттеуші астроном бола бастайды. Сол сияқты бұл дүниеде әрбір заттың мәнін үңілген сайын жаңа ғылым тармақтары шыға береді. Соның бәрінің кілті мұсылмандар күнделікті құлшылық үшін оқитын қасиетті Құран кәрімде. Бүкіл жаратылыстың мәнін діннен өзге ештеңе аша бере алмайды. Математиканың және физиканың да, химияның да, әлеуметтанудың да тереңдеген сайын ақиқатын ұштасып дінмен біте қайнасып кететінін ойлы жандар тез ұғады. Физика мен химия секілді жаратылыс ғылымдары бірте-бірте түбі бір жаратушының бары хақ деген тұжырымға келе жатса, әлеуметтану мен тарих сынды гуманитарлық ғылымдар қоғамы Құран қағидасын артық ештеңе де түзете алмайды деген тоқтамға келері анық. Бұл заңдылықтарды әуел бастан білетін мұсылмандар Құранның нұрлы баяндар арқылы азаматқа пайдалы көптеген ғылыми жаңалықтарды ашып, сол көне классикалық еңбектерді бәріне ортақ нәрсе барлығының да негізгі қайнар көзі Құран мен хадис болуында. Сондай-ақ өзге діннің өкілдері болса да өз саласының білгірі атанған Кетенің, Шопенгауэрдің, кешенгі капитан Кустонның Құран жайлы, ислам жайлы мақтау сөз айтуы бекер емес. Бүгіннің өзінде бүкіл өмірін арнап жүріп ашқан жаңалығының толықтай түйінін қасиетті Құраннан оқыған батыс ғалымдары исламды қабылдап жатқанын білеміз. Мысалы, анатомия мен эмбриология саласының белгілі ғалымы, Канаданың Торонто университетінің профессоры Кейтс Моур, америкалық теңіз зерттеушісінің профессор Вильям Хей, Оксфорд университетінің физика зерттеушісі профессор Роберт
Матхиюс дүние жүзінде танымал геологтардың бірі, профессор Альфред Кронер, Германия федералдық физика институтының директоры, профессор Вернер Гипт, Орегон штаты университетінің химия профессоры, доктор Дональд Шиттік, Беркли университетінің молекула зерттеуші, профессор Джонатан Уэллс секілді батыстық ғалымдар Аллаға бас иіп, оразасын ұстап, құлшылығын өтеп жүрген мәлім. Ендеше бүкіл ғылым атаулының анасы да, атасы да, баласы да дін.